Құрметті ата-аналар. Ата-аналар бірінші баланың бірінші ұстазы атты жоба аясында психологиялық, медикалық, педагогикалық кеңестің мамандарымен кездесулерімізді жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз отбасындағы зияттың жеңіл бұзылуы бар мектепке дейінгі жастағы балалардың түзету, дамыту жұмыстары. Осы тақырып бойынша психолог Идрышева Майгүл Ергалиевна баланың логикалық ойлауын қалай дамытуға болады туралы ой бөліседі. Сізге сөз, Майгүл Ергалиевна. Армысыздар, ардақты ата-аналар. Сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздердің назарларыңызға баланың логикалық ойлауына арналған ойындар түрлерін көрсетемін. Бірінші біздің ойынымыз суреттік формадағы жұптық аналогия. Балаларға мынандай нұсқасын ұсына отырып сұраймыз. Қоянда орамжапырақ, атиінде не? Осы төрт нұсқаның ішінен біреуін таңдап бала көрсету керек сізге. Келесі, машинада дөңгелек, үйге қай сурет сәйкес келеді? Осы төрт нұсқаның біреуінің бала таңдап сізге көрсетуі керек, және оны не себепті таңдап тұрғанын түсіндіре алуы керек. Бұл бірінші ойын. Екінші ойын сіздердің назарларыңызға ұсынатын ол балаларға арналған логика. Бұл жерде бала екі суретті бір-бірімен байланыстыра отырып, сәйкес келетін суретті тауып қою керек. Мына жерде мысалға ваза, гүл, яғни вазаның ішінде тұрған гүл. Сол сияқты мына жерде көптеген нұсқалары берілген. Мысалы, су толы шелек, құдық және шелек екеуін бір-бірімен байланыстырамыз да, мына жерде тұрған көп суреттің арасынан таңдап, осы суретті таңдап қоямыз. Осы логикалық ойлауға арналған ойындарды ойнау арқылы балаңыздың ойлау қабілетінің өзбеттілігін, белсенділігін, шығармашылық қабілетін дамытасыз және интеллектуалдық жағдайын жақсартасыз. Бізбен бірге ойнаңыздар, бізбен бірге дамыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.